айна әдісін жасағым келіп қазір барлығымыздың балалар, әр адамның өзінің ерекше бір қасиеті болады. Сол қасиетін қазір айнаға қарап, өзіне соны сендіріп айтуларың керек. Балалар жай өте шықпаңдар, ма? Айтамыз. Мен ақылдымын. Әрі кет. Тек қана балалар, өздері ойларында да ерекше. Біреу математикаға қабілетті шығар, біреу сөздік қоры мол шығар, иә? Біреуіне спортқа керемет шығарсыңдар. Білімдімін, жарайды. Ойларыңыздағы неше түрлі айтайық балалар? Өздері. Ау? Спортшымын, Ара бір-бірімізге берейік өзіңіз. Жақсы. Мен спортшымын. Айнаға қарап сендірдім деп алар өздерін. Мен математика. Жақсы, тамаша. Мен келбеттімін. Мен сезімтал. Сезім деген өзің сезімтал өзі. Бірдеңе десең жылап қалады. Мен чемпионмын. Тамаша. Суретшімін деп жақсы. Мен ежик. Тамаша. Мен Мейірімді қызымыз. Мен имамым. Жақсы. Мен Білімді қызымыз. Мен көрдім. Тамаша балалар көріп тұрсыңдар ма? Барлықтарыңыздың да бір ерекше жақсы қасиетіңіз бар, иә? Әр адамның өзінің жақсы қабілеті болады, қасиеті болады. Әркімнің өзінің мінезі болады, иә? Енді біз әрқашанда осы жақсы мінезге қарай ұмтылуымыз керек. Жақсы қабілетке қарай соны дамытуымыз керек, иә? Бойымыздағы қабілетімізді балалар. Мінекей, осындай жақсы қасиеттерінің арқасында, қабілеттерінің арқасында болашақта біреуің дәрігер боласыңдар, біреуің атақты кәсіпкер болулары мүмкін, иә, болашақта, иә? Біреуің, иә, танымал мүмкін жұлдыз боларсыңдар, иә, жаңағы әншілеріміз болса арамызда. Біреуіміз жаңағы сәнмен айналысатын әдеміміз деп жатса ғой, не дейді, модель боларсыңдар, иә? Мінекей, болашақта осындай жақсы қасиеттермен жарқырап жүріңдер. Бірақ дегенмен мен сендерге осы сабақтың қорытындысын айта келе, ешқашанда естерінен шығармаңдар. Ең негізгі адамдықтың жоғары қасиетінің бірі ол қарапайымдылық екен. Жақсы ма? Әрқашанда өмірде қарапайымды болып жүрейік. Енді балалар, осы сабақтың қорытындысы ретінде маған өздерің кері байланыс берсеңдер, қазір мен сендерге стикер таратып беремін, соған мына ұстазға хат жазып жіберейік маған, иә? Жақсы ма? Сабақ қалай болды, не қиын болды, әлі де нені үйренуіміз керек. Мінекей, осыны кішкене ғана өзіміз ой қорытып, балалар, кәнекей жазып берсек. Кәнекей, ойланыңдар да жаза қойыңдар. Ұстазға хат дейді. Не жазуға болады бүгін, Асылбек? Ойлан, иә? Жарайсың, Расул керемет бізде бүгін белсенді, Әлімжан белсенді. Тамаша. Мінекей, Кәусар да бүгін өте жақсы қатысып отыр. Жанна да бүгін қол көтеріп отыр. Диана тең керемет бізде. Ең ақылды. Бәрімізге жетсі ғой балалар, иә? Сабақтар түгел екенбіз бүгін, иә балалар? Диана, Кәусар, Әлімжан 10 балл. Айсел 10 балл. Расул 10 балл қойды. Назерке сәл баяу тұрғыда отыр бүгін. Балалар, аяқтап жаза қойшаңыз.
сен бақа сендер жұмыс қалай жатқанда